Жәнібек Құлниязов, бокстан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Шәкірттерінің арасында Жанат Шолақов, Алтынбек Тұтқабаев, Андрей Ескин, Омархан Турлан секілді спорт шеберлері бар. Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ыбырайымовтың жеке бапкері болған. 1992-98 жылдар аралығында Ақтөбе облыстық бокс федерациясын басқарды. Бүгінде Мәди Шолақовтың жеке жаттықтырушысы. Ал жігіттер, дайынсыңыз ба? Преске жұмыс жасаймыз. Бокс. Енді мен өзім 14 жасыма боксқа келгенмін. Бокста мен өзім туып өскен жерім Оренбург. Кезінде Орынбор қаласы, Қазақстан астанасы болған. Сонда туып өскенбіз. Динамоға Жданов дейтін Арнольд Григорьевич бапкер болған. Содан бастағанмын. Сосын 18 жасында аскерлікке кеттім. Сол сәтті түсіп, негіз Германияда болдым. 2 жылдай жаңа спорт ротада. Сол спорт ротада боксты жалғастырдым. Көп нәрсеге сол спорт рота арқылы үйрендім. Өте ерте қойдым мен. 21 жасында қойдым боксты. Себеп болғаны, ішіне біздің отбасымыз үлкен болды, семья үлкен болды, бала-шаға менен кейін інілерім болды, қарындасым болды, 9 бала өскен, сол әке-шешеме көмектесу керек болды, оқу керек болды. Сол себептен боксты қойып кеткенмін. Оқу жүргенде де, және жұмыс жасап жүргенде де, сосын 90 жылдар федерацияның президенті болған кезде тренер болып кешке келіп, ол мен үшін демалыс еді. Демалатын едім да. Жұмыстан кейін келіп, тренировка өткізіп. Қазірде, мысалы, мен балалармен аптасына 1 рет, 2-3 рет жүгірем, футбол ойнайым, мешок соғам деген сияқты. Жәнібек Әбенұлы үлкен спортпен ерте қоштасқанымен бокстан бір жолата қол үзген жоқ. Басқа да қызметтерді атқара жүріп, шәкірттер тәрбиелеумен айналысты. Боксшы ретінде қолы жетпеген биіктерді шәкірттері арқылы бағындыруға бел буып, мақсатына жетті. 3 жылдан асты, 4 жылға жақындап қалды осы спорт ғимаратын ашылғанына. Осы залды салған кісі менің жақын досым, елдің азаматы Төлеген Шарипұлы Танатаров дейтін кісі. Ади мені бір күнде шақырып алды да, 4 жыл бұрын айтады, солай осы жерде бір зал салайық сен үшін деп. Әйтеуір Аллаға шүкір, бар, зал бар. Осы залда дайындық жасап, балдармен шәкірттерім де бар. Оның ішінде Мәди Шолақов, қазір Астана Арланстың мүшесі. Мәди деген басында самбоға қатысқан, 2 жылдай бір Айдар дейтін бір кісі тренер болған, жамен емес, облыс ұтып жүрген. Сосын маған келді, келіп, менен 14 жасынан бастадық. Әрине, ол еңбектің арқасында. Өзі Мәди еңбекқор бала. Мәди екеуміз енді 2 дүркін чемпион, Қазақстан чемпионы. Сосын 2 рет финалист болды. Сосын студенттердің арасында әлем чемпионатында қола жүлдегері. Содан басқа халықаралық турнирлердің жеңімпазы Бакуде, Киев, Москва, Сербия, сояқтарда ондайлары көп. Мәди Шолақов былтырғы маусымнан бастап Астана Арландарының құрамында өнер көрсетуде. Бүкіл әлемдік бокс сериясында бірнеше жекпе-жек өткізіп, мамандардан оң бағасын алды. 2015 жылғы маусымда да Арландардың намысын қорғамақ. Жәнібек Құлниязов шәкіртінің 56 келі салмақ дәрежесінде үздіктер қатарына еніп, Олимпиада жолдамасын алатынына сенеді. Бұрын деген осы версия бойынша тек қана арвес салмақта 1 лицензия берілетін еді. Қазір Мәдидің салмағында 3 лицензия беріледі, әлем бойынша. Енді рейтингіні қарап, мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші орындар, олар берсе Олимпиадаға қатысады. Ермахан осында Олимпиадаға дайындалып жүргенде, ол көзге де көрінбейтін еді да, мынандай кішкентай бала. Қазір енді ол туған шәкіртім, кішкентай кезінен, бала кезінен, білмеймін, басқа видтарда қалай, бокста былай, егер шәкірт өзі туған баландай болып кетеді. Туған баландай. Мәди дәл солай. Енді не күтем? Өзім туған баламнан, туған шәкіртімнен Олимпиадаға жолдама. Сол менің арманым. Достарым айтады, қойсайш, шашамашайш, Ермахан Ибраимов бар ғой деп. Әрине, Жәнібек Құлниязовтың ең атақты шәкірті Ермахан Ыбырайымов. 1996 жылы Атланта Олимпиадасында қола жүлдегер атанған Ермахан 1998 жылдан бастап елішілік жарыстарда Ақтөбенің намысын қорғап жүрді.
сонда тұрып сонда жаттықта. Сиднейде Олимпиада чемпионы атанған Ермахан еліміздің абыройын асырған еді. Оның осы жеңісі Ақтөбе облысында да бокстың қарқын алуына сеп болды. Ермахан деген бізге келген кезде дайын боксшы болды. Енді әрине біздер үлесімізді қостық. Мен болайын, қала әкімі, федерация, облыс әкімі үлесті қостық, Олимпиада чемпионы болды. Айтпақшы, оның әкесі Сағи аға дейтін кісі, өте ақылды, өмір көрген кісі да, ол мұнда келіп кезінде Ермаханды маған тапсырған, айтқан, мына Ақтөбеде әке сіз боласыңыз осында деп. Шынымен өзім баламдай болды осында. Ол Олимпиада чемпион болды. Сонда әкесі айтатын көрінеді, білмеймін, айта алмаймын, егер Ермахан Ақтөбеге келмеген кезде Олимпиада чемпионы бола ма, болмай ма деп. Соған да ризамын сондай сөздерге. Енді бірінші, екінші, үшінші бойлар енді оңай болды. Бірақ жарты финалда Америка боксшы Джейн Тейлор дейтін. Бәріміз телевизордан қарап отырғанда қорқып кеттік, бір удар жіберіп қойды, бір соққы жіберіп қойды. Жоқ, өзінің күшін жинап, ол сосын алдын ала өтті да, тоқтатты бойды. Интрига финалда болды ғой. Интрига финалда. Ол деген ол кезде 4 раунд, 2 минуттан 4 раунд. Бірінші, екінші раунд ұтып келе жатырды да, үшінші раунд ұтылып қалды. Үшінші раунд ұтылғанда айырмашылығы 5 ұпай болды. Ади сондай жасалды да, 4-ші раунд ішіне демалып, анау 4-ші раундта бүкіл күшін беріп қойды да, сосын 4-ші раундқа жетпей қалды. И 4-ші раундта өзінің шаруасын істеп шықты. Сол Ермаханның арқасында, Ермаханның алтын медалінің арқасында біздер мектеп ашқанбыз осында. Бокс мектебі, Ади тек қана бокс. Басында ол да бір тарихта қалған нәрсе. Әкіммен қала әкімі Сагендік Величен Наурызбаевич. Ол да көп қолдап сол кісі көп көмек көрсетті. Екеуміз отырмыз, бір ұмытпадым, қай бойдан кейін, екінші бой ма, үшінші бой, ол маған сұрақ қояды да. Және қалай ойлайсың, анда кубинец бар, анда американец бар, ана тағы бар, чемпион мира бар. Ол деген не чемпион бола ма? Мен айттым, аға, болады, чемпион болады. Сосын ол көңіл көтеріп маған айтады, чемпион болып атса, не сұрайсың дейді. Не сұрайсың? Мен сұрайтыным дедім, біріншіден, Ермахан келген кезде бір жақсы машина сыйлаңыз. Екіншіден мен айттым, оның атынан турнир өткізейік. Жарайды, орындаймыз. Үшінші мектеп ашайық. Үш нәрсені сұрадым да, үшеуінде орындап кетті осы. Сол мектепте, сол Ермахан директор болып жүргенде, сол мектепте жаттығу өткізген. Галиев қазір ол да Орал қаласында директор болып жүр, орталықтың олимпиадарилар орталығы. Жәнібек Құлниязовтың жаттықтырушылық жұмыспен айналысып жүргеніне 25 жыл болыпты. Осы уақытта талай талантты шәкіртті үлкен спортқа қанат қақтырды. Асқарлы 60 жасқа таяған білікті бапкер әлі күнге жаттығу залынан шықпайды. Енді шынға келгенде, шынымен мен көп басқа жұмыстарда істедім, басшыда болдым, үлкен Алия базарының бастығы болдым. Бірақ та көңіліме ең ыстық осы жұмыс. Бапкер болу, жаттықтырушы болу. Осыдан қалай айтуға болады? Рахаттанамын да осы жұмыстан.